Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай үй жағдайында өте дәмді болып шығатын балмұздақ жасайтын боламыз. Олай болса, бізге ең алдымен керегі қойытылған сүт, 33% болу керек міндетті түрде. Арнайы ыдысымызға құйып аламыз да, барлығын осылай миксермен араластырып шығатын боламыз. Қою болғанша араластырамыз. Одан кейін бізге сгущенка керек. Сгущенканың бір банкасын алып, осылай шетінен құйып отыратын боламыз. Егер қатты тәтті болғанын қаламасаңыздар, тек жартысын қоссаңыздар да болады. Мінекей осындай қою масса шықты. Одан кейін менің балаларым, мама орео жасайықшы, орео мороженое жасайық дегеннен кейін, осындай үйдегі бар орео печеньені алып, оқтаудың көмегімен үгітіп алдым да, массамыздың үстіне салдым. Сол кезде бізде бір ерекше балмұздақ пайда болды. Тура орео сияқты балмұздақ болмаса да, соған ұқсайтын бір ерекше балмұздақ шықты. Осындай қою болды. Одан кейін арнайы осылай ыдысымызға салып, тоңазытқышқа қойып қойды қатыруға. Сіздер 4-5 сағатқа бір түнге қалдырсаңыздар да болады. Біздің балалар шыдамай 1 сағаттан кейін балмұздақ жейік деп осылай шығарып алып, арнайы ыдысымызға салып, балмұздақты жеп алды. Өте дәмді шыққан, тіпті дүкеннің балмұздағынан да дәмді десем де болады. Мінекей 1 сағаттың ішінде осындай болып қатқан екен. Ал сіздер 4-5 сағатқа ұзақ қойсаңыздар, кәдімгі дүкеннің балмұздағы болып шығады. Мінекей өте дәмді шыққан, жасап көріңіздер. Бетін әрлеу үшін осындай әртүрлі әрлейтін заттарды қоссаңыздар да болады. Өте дәмді болып шықты. Сіздерге ас болсын, жасап көріңіздер. Егер рецептім ұнаса, каналыма жазылып қолдауды ұмытпаңыздар. Көп рахмет.